Қайырлы күн баршаға достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге булочкадай жұмсақ, құрамы қарапайым ғана судан тұратын нанның рецептімен бөлісетін боламын. Сіздерге рецепт қызық болса, видеоны менімен бірге соңына дейін көріңіздер. Менің каналыма жазылмаған болсаңыз, астындағы подписация бөлімін басып, каналыма жазуды ұмытпаңыз. Ендеше кеттік бастаймыз. Алдымен таза ыдысымызға жылы суымызды құйып аламыз. 2 ас қасық тұз саламыз. Және де 1 ас қасық қант саламыз. Барлығын жақсылап араластырып алатын боламыз. Үстінен 1 ас қасық сұйық майымызды құйып аламыз. Барлығын жақсылап араластырып, құрғақ астығымыздан 2 ас қасық салып, оны да жақсылап араластырып аламыз. Барлығын араластырып алдық. Енді алдын ала еленген ұндарымызды саламыз. Ұнды міндетті түрде електен өткізіп алған дұрыс, сонда біздің қамырымыз жақсы көтерілетін болады. Осы ұнымыздың үстінен разрыхлителімізді саламыз. Менде разрыхлитель 1 шай қасық көлемінде болды. Толық рецепт әдеттегідей астындағы описание бөлімінде. Енді осы барлық массамызды жақсылап араластырып, жұмсақ етіп қамыр илеп алатын боламыз. Міне жұмсақ етіп қамырымды илеп алдым. Енді осының үстінен 1 ас қасық сұйық май құйып, кішкене сіңгенше илеп жіберетін боламыз. Қамырымызды жақсылап илеп алдық. Енді осы қамырымызды 1 сағатқа жылы жерге қойып қоятын боламыз. 1 сағаттың ішінде әдемі болып көтеріліп, ашып шығатын болады. Бізде арада 1 сағат өтті. Көріп тұрғандарыңыздай қамырымыз өте үлкен болып, әдемі болып көтеріліп шықты. Енді осы қамырымызды ыдысымыздан түсіріп, бөліктерге бөліп алатын боламыз. Менде 3 бөлік шықты. Көз мөлшермен бөліп алған қамырларымызды дәл осылай ұнға малып алып, дөңгелектеп шығатын боламыз. Дөңгелектеп алған қамырларымызды жұқартып, әдемі пішінді нан шығаратын боламыз. Барлық нандарымызды дәл осылай жасап алып, бетін жауып 15 минутқа қалдырамыз. Сонда біздің нандарымыз өте әдемі болып көтеріледі және де жұмсақ болатын болады. Арада 15 минут өткен соң, қамырларымызды табаға салып, дәл осылай қамырларымызға әдемі пішін беретін боламыз. Осы аралықта пешімізді 250 градусқа қыздырып қоятын боламыз. Қанша уақытта пісіп шығатынын мен жазбадым, себебі әркімнің пеші әртүрлі қызатын болғандықтан қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Қамырымыздың бетіне
жай ғана суды жағып шығамыз дәл осылай. Сонда нанымыздың беті әдемі болып, жылтыр болып пісіп шығатын болады. Су жағып болған соң бетіне күнжеттерді сеуіп шықтым. Күнжетіміз нанға ерекше дәм береді және де әдемі көрінетін болады. Біздің қамырымыз дайын, енді қызып тұрған пешімізде жақсылап пісіріп алатын боламыз. Міне осымен біздің құрамы қарапайым ғана өте жұп-жұмсақ нанымыз дайын. Осы рецептпен сіздер де жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Қазір сіздерге бөліп көрсететін боламын. Қараңыздаршы, қандай жұп-жұмсақ әп-әдемі болып бөлінгеннің өзінде көрініп тұр. Видеом пайдалы болған болса, лайк басып, пікір қалдырып, мені қолдап кетіңіздер. Егер менің каналыма жазылмаған болсаңыз, подписация бөлімін басып, каналыма жазылуды ұмытпаңыз. Сіздермен бірге болған Гүлмира Әлібайқызы, назарларыңызға үлкен рахмет.